Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын тақтаға қараймыз. Суретте мына жерде артық тап деген тапсырма тұр. Яғни суретке қарап, артық сөздерді табайықшы. Кім жауап береді? Апа, мен. Алидар. Президент. Президент сөз артық тағы. Орынбасар. Депутат. Депутат. Иә, дұрыс айтасың. Ұлыс. Жоқ, ұлыс артық емес. Яғни бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбымыздың 1822-24 жылдардағы патша реформалары. Оқу мақсатымыз патша үкіметі реформалары нәтижесінде әкімшілік аумақтық өзгерістерді талдау. Енді балалар, бүгінгі күнді тақырыпты дәптерімізге жазып, жаңа ұғымдармен танысып, дәптерімізге жазып алайық. Жарғы, яғни заңдар жинағы, округ әкімшілік аумақтық бөлік атауы, округ приказ мекеме, дистанция кіші жүздегі әкімшілік территориялық бөлік, заседатель ресейлік шенеунік және ішкі күзет Сібір казактарынан құралған күзет. Бұл бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Ал балалар, жазып болдық бар ұғымдарды. Жазып болсақ, ручкамызды қойайық. Енді жаңа тақырыпты түсіну мақсатында стоп-кадр әдісі арқылы бейнеролик көреміз. Хандығында дәстүрлі басқару жүйесі қандай болды? 17-ші ғасырдағы мемлекет нышандары. Қазақстан жерінде басқару жүйесін ауыстыруға күш салған Ресей әкімшілігінің мақсаты не болды? Реформаларды жүзеге асыруға қандай саяси жағдайлар әсер етті? Реформалар Қазақстанның қай аймақтарында жүргізілді? 19-шы ғасырдың 20-шы жылдарындағы реформалардың қандай жағымды жақтары болды? 19-шы ғасырдың 20-шы жылдарындағы реформалардың қандай жағымсыз жақтары болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақ хандығында дәстүрлі басқару жүйесі қандай болды? Басқару жүйесінде бұрыннан келе жатқан ру тайпалық тәртіп берік сақталды. Қазақ хандығының құрылымы 7 сатыдан қаланды. Бұның өзі қазақ даласында 17-ші ғасырда мемлекеттіліктің айқын белгілері болғанын көрсетеді. 17-ші ғасырдағы мемлекет нышандары. Қазақтарда хандық билік Шыңғысхан ұрпағы саналатын төре сұлтан тұқымына ғана тиесілі болды. Қарадан хан сайланған емес. Хандық билік негізінен ағадан ініге, кей жағдайда әкеден балаға мұраға өткен. Қазақ хандығында мемлекеттіліктің барлық негізгі белгілері болды. Хан мемлекет басында отырды, ал оның жанында тұрақты билер кеңесі жұмыс істеді. 17-ші ғасырда билердің беделі артып, олар күнделікті құқық, шаруашылық, әскери және идеологиялық істерді жүргізуге ерекше мәртебеге ие болды. Хан сарайының жанында сенімді адамдардан құралған қарулы топ төлеңгіттер қызмет етті. Төлеңгіттер үнемі хандар мен сұлтандардың жанында жүрді. Қазақстан жерінде басқару жүйесін ауыстыруға күш салған Ресей әкімшілігінің мақсаты не болды? Ресей бодандығын қабылдағаннан кейін патша өкіметі қазақ даласын өз бақылауында ұстауға тырысты. Алайда жоғарыда айтып өткендей, қазақ даласында қалыптасқан дәстүрлі басқару жүйесі оларға тиімсіз болды. Хан билігінің сақталуы патша үкіметінің өлкені шаруашылық тұрғысынан кең көлемде отарлауына кедергі келтірген. Мұның өзі оны тәуелсіз қазақтардың заңды билігі хан билігін бір жолата жоюға итермеледі. Бұл патшалық отарлау саясатының басты бағыты болды. Патша өкіметінің отаршылық ойын жүзеге асыруға сол кездегі саяси жағдайда септігін тигізді. Реформаларды жүзеге асыруға қандай саяси жағдайлар әсер етті? Қазақ хандардың халық алдындағы беделі біршама төмендеді. Жергілікті халық патша өкіметі тағайындаған хандарды баяғыдай дербес ел басқарушылар емес, Ресей империясының көп шенеуніктерінің бірі ретінде қабылдады. Қазақ даласындағы хандық биліктің әлсіреуі Ресей билігінің реформалары
жүзеге асыруына жол ашты. Реформалар Қазақстанның қай аймақтарында жүргізілді? Патша әкімшілігі орта жүздегі хандықты таратып, 1822 жылғы Сібір қырғыздары туралы жарғыға сүйене отырып, басқарудың жаңа аппаратын құрды. Оны Спиранский жасады. Бұл жұмысқа Гаврил Ботинков белсене қатысты. 1824 жылы Петр Эссен Орынбор қырғыздарының жарғысын дайындады. Кіші жүзді батыс, орта, шығыс деп үшке бөліп, ішкі басқару жүйесінде хандықты жойды. Осылайша 1822 және 1824 жылдардағы әкімшілік саяси реформалар патша үкіметі жүргізген отарлау саясатының соңы болды. 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалардың қандай жағымды жақтары болды? Орта жүзде жаңа әкімшілік құрылым мен сайлау жүйесі енгізілді. Уставта денсаулық сақтау жөнінде кейбір шаралар белгіленді. Атап айтқанда қырдағы бекіністер гарнизонында қызмет көрсету үшін ауруханалар салу, көшпелі. Балалар, видеоны көрдік, тақырыппен толық таныстық. Енді осы видеоны көргеннен кейін сендерге жүктік тапсырма беремін. Екі оқушыдан осы жүктік тапсырмаларды орындаймыз. Спиранский Иоаннаға қырғыздардың келесі Орынбор қырғыз жазамыз, орындаймыз балалар тапсырманы. Болдық па балалар? Кім бірінші тапсырма бойынша? Кім жауап берді? Әсет? Сібір қырғыздың жарғы 1900. Сен тоқтатып қойдың ба? Балалар, кім айтады басқа? Жайна? Сібір қырғыздарының жарғысы 1822 жылы шықты. Яғни оның мақсаты орта жүздегі хандық билікті жою үшін. Жақсы, жарайсың. Келесі, Сібір қырғыздары туралы жарғының авторы кім? Кім айтады? Абай мен айтым олайды. Сібір қырғыздардың жарғысы авторлы Спиранский жасады. Спиранский жасады. Келесі, Орынбор қырғыздары туралы жарғыны кім айтады? Мадияр? Эссен. Авторы Эссен. Балалар, енді осы Орынбор қырғыздары туралы жарғы қай жылы шықты? Жайна? Орынбор қырғыздары туралы жарғы 1824 жылы шықты. Оның авторы Эссен. Оның мақсаты кіші жүздегі хандық билікті жою үшін 1824 жылы шықты. Жақсы, жарайсың, өте жақсы. Жайна, отырамын. Ал оқушылар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты кері байланыс жасайды. Тақтадан ұнаған тапсырма, қиындық тудырған тапсырма, қандай қиыншылықтар болды осы тақырып бойынша. Соны алдарындағы парақтарға орындаңдар.